Сәлем баршаға. Бүгін біз қазіргі кеңінен таралған интернет арқылы орындалатын тапсырмаларды орындалатын WordsWall деген программа арқылы қалай жұмыс істеу керектігін үйрететін боламын. Алдымен Google-ға WordsWall деп жазамыз, осылай. Сосын ең бірінші тұрған страницаны ашамыз. Ашқан соң бізде регистрация, вход деп тұрады. Тіркелсе де болады, тіркелмесе де болады. Тілді таңдап өзгертуге болады. English деп ауыстырдым. Енді бұл беттің астына түсе бергенде, мына жерде әртүрлі тапсырмалар тұрады. Match up, missing words, open the box, quiz, group sort, find the match, әртүрлі тапсырмалар тұрады. Мысалы, кез келген біреуін ашамыз, match up-ты ашсақ, бұл жерде әртүрлі тақырыпқа байланысты сөздер шығады. Мысалы, weather бар, first conditional, әртүрлі грамматикада бар, Halloween-ге арналған тапсырмалар бар. Яғни жас ерекшеліктеріне байланысты тапсырмалар жеткілікті. Travel and transport, clothes, body parts, мысалы дене мүшелері бар. Мысалы үшін дене мүшелерін ашатын болсақ, осылай start деп тұрады. Яғни дене мүшелерін көріп тұрмыз. Мысалы cheese дегеніміз бізде тісті әкеліп қоямыз. Hair деген шашты әкеліп қоямыз. Қай суретте шашты көріп тұрмыз. Міне бұлай осылай тапсырманы балалар орындай береді. Finger саусақ, мысалы үшін. Ear деген құлақ. Осылай тапсырмаларды орындай береді. Яғни бұл жаңа сөздерді өткен кезде осы жаңа сөздермен берілетін тапсырмалар. Жауабын осылай тексеруге болады. Енді найдите совпадение, тағы да басқа тапсырмалар бар. Find the match деген. Бұл жерде де жаңағы сияқты тапсырмалар. Суретке біз arms деген сөз берді, соны табуымыз керек. Мысалы қолдар, немесе мына қолдарды айтамыз. Ары қарай eyes, көздер, көзді белгілеп отырады. Яғни жылдамдықпен орындау керек. Не дейді, тізе дейді, сол сияқты тапсырмаларды орындай береді. Ары қарай тест дейді. Осы тапсырма бойынша асып жатырмын. Тестте мына head дегеніміз не бізде? Head деген ол бас, осылай белгілейді. Next ашып орындай береді. Келесі тапсырмаларды finger саусақ, мысалы үшін. Солай ары қарайда басқа да тапсырманың түрлері бар. Случайное колесо, яғни body parts, яғни мынаны айналдыру арқылы кез келген сөзге тоқтайды. Соның қазақшасын балалар айтады. Бұл көбінесе бастауыш сыныптарға жақсы. Мысалы, arms. Arms деген не? Қолдар, соны айтады. Ары қарай айналдырады. Кез келген сөзге осылай өзі тоқтайды. Соның айтамыз. Мысалы үшін ear, knee деген сөз түсті. Knee деген тізе деп. Солай тапсырмаларды орындай береді. Тағы да басқалары бар. Откройте коробку дейді. Open the box. Яғни бұл программаның бір жақсы жері тапсырмалар осылай дайын тұрады. Мысалы, 8-ді ашсақ, nose. Nose деген бізде мұрын. Солай тапсырманы орындайды. Next. Үшінші мысалы үшін. Knee. Knee деген бізде тізе. Тура осылай тапсырманың бәрін орындай береді. Мына жерде вход деген өзіңіз тіркеліп кірсеңіз де болады. Тіркелмей осылай орындай беруге де болады. Осындай көптеген тапсырмалар бар. Ең соңында quiz деген тапсырмадан да алса болады. Жаңа quiz алған екенбіз, мен оны түсіндірдім.
случайный карты дейді. Яғни мына жерден карталарды ашамыз. Хей дегеніміз не? Шаш, солай leg аяқ, осылай сөздерді айтып отырады. Таң тамақ, яғни жаңа сөздермен жұмыс істегенде, немесе үйден сөздік сұраған кезде осы тапсырмалар арқылы орындала береді. Жалпы осы программа осылай жұмыс жасайды. Міне флеш-картс бар екен. Флеш-картада жаңағы дене мүшелеріне қатысты сөздер. Ие дегеніміз құлақ, eyebrow дегеніміз қас, маңдай, finger саусақ, knee тізе, таң, яғни жылдамдықпен мына жерде уақыты беріліп тұрады. Осы жылдамдық аралықта осы 15 сөзді айтып біту керек болады. Ағылшын тіліне арналған керемет осындай тапсырмалар бар. Орындап қатысуларыңызға, балаларға сабақ үстінде орындауға кеңес беремін. Осы бағдарлама бойынша найдите совпадение дейді. Біз бұны орындадық, жаңа көрсеттім. Осындай жалпы тапсырмалары бар. Керемет бағдарлама. Осыны мен түсіндіріп өткім келді бүгін. Сіздермен болған салтанат. Көп рахмет.